Жанбота. Жанбота кеткен Түркістан жаққа қарақштай берем. Жанботаның елесі де көрінбейді. Қаршадай қыз түгілі Түркістанның төбесі көрінсе де қалай. Көрінбейтін білемін, бірақ қарақштай берем. Онымды ешкім байқап қоймасын деп те қуыстанатыным бар. Абырой болғанда жанымдағы жігіттердің ешқайсысы мұнымды аңғарған түр көрсетпейді. Аңғармайды сірә. Сезіп қойса мазақ пен қалжыңның астына алар еді ғой. Шымкенттің шетіндегі жаңа құрылыс алаңында жүргеніме 2 айдан асты. Әке-шеше дегеннің кім екенін ұмыттық. Құрылыс басталғанда 15 шақты жігіт едік. Жанбота оқиғасынан соң азайып кеттік. Бәріміз де шетімізден сақырлаған бойдақпыз. Жастық дегенді қойсайшы. Күндіз жұмыстан қалжырап келудің орнына кешке қаланы аралап кетеміз. Қалтамызда түк ақша жоқ болса да, шымқаладай алып шаһарды аралағанымызға мәзбіз. Мектепте жүргенде Шымкенттің атын ғана естушек. Міне қазір ой-шұқырын түгел дерлік жаттап алсақ та мүйіз шыққан жоқ. Жанбота кім? Сен кімсің? Қайдағы құрылыс алаңы? Деп түсінбей отырған шығарсыз оқырманым. Жоқ, осы 3 тақырып бір арнаға тоғысады. Бір-бірімен байланысы бар болғасын баяндағалы жатырмын ғой. Бәрін бірден 2 ауыз сөзбен түйіндей салсам проза бола ма? Біздің жұмыстың айлық төлеу әдісі қызық-ақ. Жұмысқа шыққан күніңе ғана төлейді. Әй-шәй жоқ, жұмысқа келмей демала салсаң да болады. Бірақ ол күніңе айлық жазылмайды. Содан шығар күн сайын кемі 3-4 жігіт жұмысқа келмей қалады. Онымен жұмыс өне ме? Бригадир де ақылды адам екен. Құрылыс басына аспаз ғып 2 жас қызды әкеліп қойды. Қыздарға үйір болғысы келді ме, сол күннен бастап бәрінің 4 көзі түгел келетін болды. Жұмыс дөңгеленіп ала жөнелді. Әй, бригадир-ай, ақылыңа құрық болмайды-ау. Түс мезгілі болғанда әлгі қыздар қоңырау қағып түскі асқа шақырады. Қоңырау даусын естіген сәттен асханаға ағыламыз. Балға, балта, шелек секілді заттар қоңырау шалған кезде қай жерде тұрсақ, сол жерде қап қояды. Ал біз асханаға лап қоямыз. Бірінші күні қыздардан ұялдық па, әлде мәдениетті көрінгіміз келді ме, сып-сыпайы бола қалдық. 2 қыз әрқайсымызға тамақ әкеледі де, ас болсын деп нәзік дауыстармен сыңғыр ете қалғанда, асханадағы жігіттердің жартысының жүрегі орнынан бір қозғалып түседі. Қарындас, атыңыз кім? Дейді қылжақбастау барат. Дарақылығымен елдің алдында жүретін ежелгі әдетпен. Ол атын оңайлықпен айта салушы ме еді? Тамағыңызды ішіңізде, жұмысыңызды істеңіз. Қызбен танысқаныңыз үшін емес, жұмыс істегеніңіз үшін айлық төлейді сізге, деп еді. Ана пысық жігіттің аузына құм құйылды. Ұзамай екеуінің де атын біліп алдық. Арнайы танысқан жоқпыз әрине. 2 қыз бір-бірінің атын атап шақырды да, қыздың есімі кім екен деп, жанымызды жегідей жеген атан түйедей ауыр проблемамызға нүкте қойылды. Біреуінің есімі Жанбота, анаусы Алмагүл. Бригадиріміздің балдыздары, екеуі де мұғалім екен, бірақ жазғы демалыста осылай қосымша ақша табу үшін аспаз болып жүрген көрінеді. Мұғалім екенін естіген соң жігіттер оларға тіпті жапырылды. Екеуіне ғашық болмағаны кемде кем. Байқұстарға қиын болды негізі, жүректері ауырып. Менімен бірге плотник болып жүрген Ислам деген жігіт бар. Екеуміз азанды кеш ажырамаймыз. Сонау көрші облыстан нәпақа іздеп келген. Менен көріп пысығырақ. Өзін мәрт, жомарт жігіт қып көрсеткісі келеді, бірақ дүние десе өршеленіп кететін білдіріп қоя береді. Құрылыс алаңында бір қағылып, лақтырылып тасталған майысқақ шегелерді жинап, үйіне апарып, малғора соғып алыпты. Жұмыртқадан жүңғыр қатындар осындай-ақ болатын шығар деп қоям. Аттаған жерінен пайда тауып жүретін жаңа қазақ. Әлгі періштедей 2 қызға осы Исламда ғашық болып қалыпты. Енді баяғы пысақай Ислам емес, жүрегін от кернеген Мәжнүн ғашыққа айналып шыға келді. Ахлеп, оқылейтін әдет пайда болыпты. Оның мына өзгерісін қабылдай алмай жөн сұраймын. Саған не болған? Жүрегің жайында ма? Ол не деп жауап берерін білмей, қолындағы балғаны жерге тастай салды да темекі тұтатты. Мәке, ана қыздар маған қарай ма жоқ па? Қалай ойлайсыз? Деп сұрақты төтесінен қойды. Қараталсаң қарайды ғой, неге қарамасын деймін, жігер бермек болып. Ал шындығында үсті басы шаң боп,
2 күн құрынбаса бет-аузын түк басып кететін бұл жабайыға қарай қоятынына күмәнім бар еді. Ол да тура мен секілді ойлайды екен. Жездесі мынадай бригадир болса, өздері мұғалім болса, менің жүрісім мынау, қайдам ұялып қаламау, деді көңілсіз дауыспен. Ақылеп уқылей беретін себебі осы екен. Баяғыдай шашылып жатқан шегені де жинауды қойды. Бар ойы ана 2 қызға ауғасын тіміскілене беретін әдеттен уақытша болса да қоштасқан секілді. Я, мынадай махаббат деген маңызды нәрсе тұрғанда шеген не қылады? Бір күні бір күннен аумайтын құрылыстағы күндер ақырын өтіп жатты. Бригадирдің туысы болған соң ба, жаңағы 2 қызға жігіттердің ешқайсының тісі батпайды. Оның үстіне Алмагүл дегені тым ашықтау, тілі де ащы. Сөзбен меселіңді қайтарып тастайды да, қайттан беттей алмайсың. Айтар сөзіңді абайлап айтасың. Өжет қыз, сәл сөз таластыра қалсаң. Қазіргі жігіттер қызбен салғыласудан да ұялмайды, сөз қуып кетеді. Ұсақталған деген осы шығар дейді де, аузыңды жауып тастайды. Болды, әрі қарай өзің де жігіт атаулының атына кір келтірмейін деп тыныш жүресің. Бәлкім кіл жігіттердің арасында жүрген соң солай батылырақ, сұстлау болған дұрыс шығар. Жанбота керісінше көп сөйлемейді, ешкімді тілімен шақпайды да, артық сөз де айтпайды. Алмагүлге қарағанда мінезі ауырлау, сөйлеуі де қиын. Алмагүлден гөрі әдемірек, ажарлылау. Бірақ сұлулығын бұлдайтын қызға ұқсамайды. Тал бойынан болмысына жарасатын қарапайымдылық есіп тұрады. Жігіттердің бәрі аузынан суы құрып, Жанботаның мінезін, сұлулығын, әдептілігін жырғылады да жүреді. Көздері өтіп кетпесе игі деп қоясың, тамсанғандарын көріп. Нағыз келін болатын қыз екен. Жанботаға үйлену керек деп исламның есі кетіп жүрген осы қыз. Жанботаға үйлену керек те проблемадан құтылу керек болып жүр. Мәке, бұған не дейсің дейді. Проблемадан үйленіп құтылғысы кеп жүрген әпіндіні бірінші көруім. Бойдақ болсам да бағамдаймын. Керісінше проблема біткен, үйленген соң басталмай ма? Не проблема деймін, жігіттің болашаққа жасаған стратегиялық сарабдал жоспарын білгім кеп. Сырын бір айтса маған айтады. Басқа жігіттермен оншалық әмпей-жәмпей емес. Қанша пысық болса да қыздың алдында сүмірейе қалғаны таң қалдырадақ. Әлде шынымен сүйе ме екен? Солай шығар. Әйтпесе бұлай ала бөтен қиналмайды ғой. Бірақ аузынан мен ойлағаннан басқа сөз шықты. Осындай дипломы, жұмысы бар қызға үйленгім кеп жүр. Әйтпесе өзім оқымағам. Оқымаған қыз алсақ қалай күн көреміз? Қалай, дұрыс айттым ба? Бұл сөзіне таңғала қоймадым. Сынық шеге көрсе де пайдаға балап қалтасына салып алатын жігіттің басқа қалай ойлауы мүмкін еді. Мұны махаббат емес, әлі құрамаған отбасының экономикалық мәселесі қатты мазалап жүргенін сезе қойдым. Бұл да қызық, ғашық емеспін, жұмысымен айлығына қызығып жүрмін деп ашық айта салмай ма? Өзің неге оқымадың деймін сыр тартып. Әйтпесе өзім де оқымағанмын. Бірақ ешқашан жұмысы бар, айлығы бар, отбасылық бюджетке пайда келетін дайын қызға үйлене салу жайлы ойлаған емеспін. Жұрттың балалары шынында пысық. Неге оқымадың дейсің бе? Оқығым келмегендіктен емес, үйдегілерді ойладым. Сен еркексің ғой, құрылыста жүрсең де өлмессің. Одан да ана қыздарды оқытайық деген үйдегілердің айтқанын тыңдадым. Содан сол құрылыста жүрмін ғой дейді. Ислам отбасындағы саяси мәселелерді де жасырмай. Таныс әңгіме, өз басымда тап солай. Әуелі қыздарды оқытайық, жігітке қайда да жұмыс табылады деген отбасы саясат салқынының құрбаны болғанмын. Сөйтсек бұл тұрғыда жалғыз емес екенмін. Көп екенбіз, шүкіршілік қылайын ба қайтейін. Осылайша исламның дағдарып әрі-сәрі болып жүрген күндер еді. Бар қайғысы ана Жанбота. Пысақай біреу іліп әкетпей жатып әрекет жасап қалғысы келеді. Бірақ қызға онысын айтуға батылы бармайды.